Асылхан, мен ғажап түс көрдім. Мен түсімде ғарышта ұшып жүр екенмін. Ғарыш сондай әдемі. Мен қатты ғарышқа ұшқым келіп тұр. Жұлдызым, ғарышқа ұшу үшін алдына мақсат қойып, көп еңбектену керексің. Әрбір адам ерте заманнан ақ ғарышқа ұшуды армандаған. Техниканың дамуы армандардың орындалуына жол ашты. Асылхан, сонда ғарышқа біздің Қазақстаннан да ұшуға болады ма? Байқоңыр ғарыш айлағынан тұңғыш рет қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшқан. Ал одан кейін Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетовтер ұшты. Мен Тоқтар Әубәкіров ағамызды танимын. Ол бала кезінен ұшқыш болуды армандаған. Атақты ұшқыштар Талғат Бигелдинов, Нұркен Әбдіровті үлгі тұтқан. Дұрыс айтасың қарындасым. Тоқтар 18 жасында Қарағандыдағы ұшқыштар үйірмесінде жаттықты. 1965 жылдың маусымында бірінші рет ұшақпен көкке көтерілді. Қатты қуанғаннан «Мен құстай самғап келем, менің қанатым бар» деп айқайлаған. Мен де солай айқайлағым келеді. Ал содан кейін 1969 жылы Армавирдегі жоғары әскери авиация училищесін аяқтады. 10 жыл өткен соң Мәскеудегі авиация институтында оқып, сынақшы ұшқыш дәрежесін алды. Қандай керемет! Кереметтігі соншалық, жылдамдығы дыбыстан да жоғары ұшақтарды да басқарды. Тоқтар аға әлемдегі ең үздік сынақшы ұшқыштардың ондығына қосылды. Мен де ғарышқа ұшсам, Тоқтар аға сияқты ғарышқа ұшқан ерлігім үшін Қазақстан Республикасының халық қаһарманы орденін аламын ба? Қарындасым-ау, сен өзі бірінші еліміздегі ғарыш айлағы қайда орналасқанын білесің бе? Әрине білемін. Ғарыш айлағы Қызылорда облысы аумағында Байқоңырда орналасқан. Дұрыс айтасың. Алғаш рет ғарыш кемесімен осы жерде ғарышқа ұшқан. Ағатай, Тоқтар ағамызда мен сияқты ғарышқа ұшып жүргенін көрген шығар, иә? Мен де ғарышқа ұшып, елімізді әлемге танытқым келеді. Жарайсың қарындасым. Алдына үлкен мақсат қойып еңбектенсең, елдің дамуына үлес қосасың. Себебі ғарышты игеру ел экономикасы үшін аса маңызды. Ол Қазақстанның әлемдегі ғарыш державаларының қатарына қосылуына жол ашты. Рахмет аға, мен қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар аға жайлы әлде де көп оқитын боламын.